25-ші есеп. К бөлу Т өрнегінде бөлінгішті 2 есе арттырды, ал бөліндіні 3 есе кемітті. Сонда өрнектің мәні бастапқыға қарағанда қалай өзгерді? Жазып алайық. Бастапқыда ол К бөлу Т болды. К дегеніміз ол бізде бөлінгіш, шатастырмау үшін жазып алайық. Және Т ол бізде бөлінді. Енді бізге айтады. Бөлінгішті 2 есе арттырды дейді. Яғни бөлінгішіміз К, ол 2 есе артса, ол 2К болады. Және бөлінді 3 есе кемітті. Яғни бөліндіміз Т, ол 3 есе кеміді. Енді оны былай жазсақ, 2К көбейтілген Т-дан 3, яғни бөлу көбейту амалына ауысады, және екінші бөлшек кері өзгереді. Сонда 6К бөлінген Т болады. Немесе 6 көбейтілген К бөлінген Т. Мұнау К бөлінген Т-ны да біз бөлшек түрінде былай жазаламыз. Егер онда екеуін салыстыратын болсақ, өрнектің мәні бастапқыға қарағанда 6 есе артқан. 6 есе артқан. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы ол С нұсқасы.